Сіздер, бүгін сіздерге ноутбукты камера көрінбей қалса не істеу керек? Соны түсіндіріп беремін. Негізі мына жерде менде камера тұрушы еді. Бір жағдайларға себеп жоқ кетті. Соны енді сіздермен бірге іздейміз. Компьютер дегенді бір рет басамыз. Сосын маған подписаться етіп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мені қолдап кетіңіздер. Ал енді видеоны жалғастырамыз. Бір рет бастық. Свойствоға кіреміз. Мына жерден диспетчер устройств дегенге басамыз. Мына жерде біздің ноутбугымыздағы, компьютеріміздегі камера көрінеді. Менде Lenovo'ның ноутбугымның өзінің камерасы. Отключить етеміз. Да дейміз. Негізі бұл қосылып тұрған еді. Сіздерге отключить етілген болса не істеу керегін көрсетіп жатырмын. Қайттан басамыз да задействовать деп басамыз. Енді бұл жақтан шығатын болады. Бұл экрандарды жауып тастаймыз. XX қылып жауып тастаймыз. Менің ноутбугым Lenovo Windows 8. Экрандарды жауып тастадық. Енді менюді қараймыз. Менюімізді көрінеді. Мына жерде қайсысы кіріп сіздерге анық болу үшін қайсысына кіру керек екенін көрсетіп қойғанмын. Мына өзімін. Мына менюді қарасақ, мына жерде жоқ болғанмен соңында тұр да. Камера деп тұр. Менің басқа да видеоларымды көріп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.